Сіз Қазақстан жаңалықтарын көріп отырсыз. Сопылар ісі аталып кеткен сот процесі тағы да кейінге шегерілді. Бұл отырыста ашық делінгенмен бақ өкілдеріне әдеттегідей судьялар мен мемлекеттік айыпталушыны түсіруге тыйым салынды. Өткен отырыста амнистияға арыз жазған айыпталушы Арнұр Куникин қатысу керек делінген. Бұл жолы айыпталушы жеткізілгенмен оның арызы қаралмаған. Бүгін адвокаттар тарабы кассациялық шағымға қосымша шағым ұсынды. Қосымшада тергеу кезімен бірінші сот сатысында кеткен 40-қа жуық заңбұзушылық көрсетілген. Мәселен, кассациялық шағымды қарау процесіне том-том сот хаттамасы толық жетпеген. 7000 бетті құрайтын хаттаманың 3000-і ғана кассациялық алқаның қолында дейді адвокаттар. Ал қалған 4000 беттің қайда жоғалғаны белгісіз. Осынау жайтқа қатысты қорғаушылар айыпталғандарды ақтар тұстары алынып тасталған деген пікірде. Қосымшамен танысу керегін желеу өткен прокурор Рысбек Тұрбашев процесті түстен кейінге қалдыруды өтінген. Өз кезегінде қорғаушылар қарсылық танытты. Алайда судьялар алқасы отырыс жалғасын мамырдың 4-інде жалғасады деп хабарлады. Осынау жайтқа қатысты адвокаттар көңілдеріне күдік ұялағандарын айтады. Қысым көрсетіледі деген олар, егер олай болмаса, бірінші сот сатысында бір алқабидің кемдігі үшін үкімнің күшін өткен отырыстарда жойер еді деп отыр. Менің ойымша бұл жерде соттарға басқа жоғары жақтан қысым жасалып отыр. Яғни, мысалға, мен енді кәдімгі Құдайдың өзі кешірсін, егерде менің ойымша аппарат президенттен. Өткен себебі, енді судья егерде соттар осында көріп тұрған анықтаманы көргеннен кейін өздері шешім алып шығарып жүруге болады ғой. Неге жалтақтайды мысалға? Оны тексеретін айтып отырмын, 5 күннің ішінде оны тексеруге болатын болды. Ол жерде справканы. Значит, жоғары жақтан біреудің шешімін күтіп отыр. Ондай болатын болса, бұл сот болып не керек?